Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңы 2011 жылы 26 желтоқсанда қабылданған. Отбасы қатынастарын реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы отбасы құқығы деп аталады. Отбасын құрудың негізі неке болып табылады. Отбасының толық және толық емес түрлері болады. Толық отбасында ата-анасы, балалары және әдетте әкесі жағынан да, шешесі жағынан да аға ұрпақ өкілдері де атасы мен әжесі болады. Толық емес отбасы балалардың ата-анасының біреуінің ғана болуымен сипатталады. Отбасындағы қатынастардың барлығы заңмен реттеле бермейді. Оның негізгі реттеушісі өзара құрмет, сүйіспеншілік және моральдық қолдау. Отбасының ішкі мәселелері отбасы мүшелерінің өзара келісімімен шешіледі. Отбасылық қатынастар бұзылған жағдайда құқықтық нормалардың араласуы қажет болады. Отбасы меншік қатынастары заңмен реттеледі, өйткені бұл қатынастардың объектісі материалдық игіліктер болып табылады. Отбасы құқығы азаматтық заңмен тығыз байланысты. Есте сақта, азаматтық құқықта, мысалы заң бойынша мүлікке мұрагерлік етуде жақын туыста, алыс туыста есепке алынады. Бүгінгі күні мұрагерлердің 6 кезегі анықталған. Заң бойынша мұрагерлікке кезек тәртібімен ие болады. Қазақстан Республикасы көп балалы отбасыларға ерекше қамқорлық көрсетуде. Бүгінгі күні 4 және одан да көп баласы бар отбасылар көп балалы деп